Мектепте тарих сабағын оқыған кезде бір қызықты жайтты байқаған боларсыздар. 18-19 ғасырдағы қазақтар жайлы ресейлік материалдарда бізді үнемі қырғыз немесе қырғыз қайсақ деп атайды. Неге олай атаған, осы жайлы көбіңіз ойладыңыздар, мұғалімнен сұрадыңыздар. Ал мұғалім болса, қырғыздар бізге туысқан, біз бауырлас халықпыз деген бірнеше сөйлемді айтты. Нақты ойға қонымды, тұшымды жауап айтпады. Әрине, бұл сұрақтың жауабын мұғалімдер білмесе, қарапайым халық қайдан білсін? Осы видеоны соңына дейін көрсеңіз жауабын білетін боласыз. Жауабын білген соң, қазақтар қырғыздан тараған деген арандатушыларға дұрыстап жауап бере аласыз. Бұл мәселеде тарих және этнология институтының қызметкері Ирина Ерофееваның сөзіне сүйенетін боламыз. Қазақтың қырғыз атануына 280 жыл бұрын өмір сүрген орыс журналистері кінәлі. Басынан басасын. Татар Асан Илибабаевтың айтуынша, көктемде Казачья Ордадан Ақмырза мен Бекмырзаға адамдар келген. Олардың малын тартып алып, 5 адамды тұтқындаған. Әлгі бесеуіне Телеахмат князь бен Ұрыс мырзаға барып, біздің патшамыз Ақназар сендердің патшаларыңмен және князьбен жақсы қарым-қатынаста екенін айтыңдар деген. Видзен бірінші Петрдің бұйрығымен Ресей империясының оңтүстігіндегі халықтар жайлы мәліметтер жинастырған. Ол қауіпті қазақ даласына барудан қорқып, қазақ жеріне таяу жерге орнығып, өткен-кеткен саудагер шенеуніктерден ақпарат жинаған. Әлгі шенеунік саяхатшы саудагерлердің өтірік не шын айтқаны белгісіз. Әйтеуір солардан естіп білгенін Видзен солтүстік және шығыс Тартария атты жинағына енгізеді. Ол осы еңбегінде алдымен башқұрттарды, енесейлік қырғыздарды, хакастарды және ең соңында қазақтарды немесе казактарды сипаттайды. Қазақтар жайлы ақпарат кітаптың Бухари атты тарауында болды. Осы кітапта қазақтарды казактар немесе татарлық казактар деп атайды. Алайда 1734 жылы күтпеген жағдай орын алды. Санкт-Петербург қаласына кіші жүз ханы Әбілқайырдың ұлы Ералы бастаған делегация келеді. Сол кезде орыс халқы қазақтар жайлы көп нәрсені білмейтін. Сондықтан Санкт-Петербургские ведомости газеті қазақтарға арнап үлкен мақала жазуды қолға алады. Газеттің бас редакторы Михаил Ломоносов бұл істі редакцияның бір қызметкеріне тапсырады. Әлгі қызметкер жалма-жан Видзеннің кітабын алып, асығыс-үсігіс мақала жазып шығады. Асыққан соншалық кітапты толық оқығанға мұршасы болмай, тіпті қазақтар жайлы жазылған Бухария тарауын мүлдем оқымайды да. Ол мақаласында казактар енесейлік қырғыздардың ұрпағы дейді де, Видзеннің кітабындағы енесейлік қырғыздар бүгінгі хакастар жайлы ақпараттардың барлығын мақаласына көшіріп жазып береді. Санкт-Петербургские ведомости Ресей империясындағы ең басты ақпарат көзі болғандықтан, осы газетте жазылған дүниелер ақиқат ретінде қабылданатын. Сол кездері тарих сахнасына орыстың казактары да шыға бастады. Осы орыс казактарымен шатастырмас үшін бізді енесейлік қырғыздардың ұрпақтары казактар, қысқаша киргиз казак деп атай бастайды. Бұл киргиз казак уақыт өте келе киргиз қайсақ, кейіннен жай ғана киргиз атауына дейін қысқарады. Осылайша бір журналистің асығыстығының кесірінен еркін адамдар, яғни казак болып жүрген қазақтар аяқ астынан киргиз болып шыға келді. Осы уақытқа дейін далалық казактарды, яғни бізді орыс казактарымен шатастырып жүрген ресейлік шенеуніктер бұл үрдісті қуана-қуана қарсы алды. Айта кетерлігі, осы жайтпен көптеген ресейлік ғалымдар күрескен. Мысалға 1750 жылы академик Миллер казактарды, яғни қазақтарды қырғыздармен шатастырмау керектігін айтқан. 1771 жылы орыс саяхатшысы Берданес «Киргизская или казахская хореография» атты еңбегінде біз киргиз деп жүрген халықтар өздерін киргиз деп те, киргиз қайсақ деп те атамайды. Олар өздерін казак деп атайды. Осы мәселе жайлы қазақ даласының Геродоты Алексей Левшин былай деген: казак атауы әуелі бастан қырғыз қайсақ ордаларына тиесілі. Олар өздерін тек казак деп атайды. Осы атаумен оларды парсылар, бұхарлықтар, хиуалықтар және өзге Азия халықтары атайды. Қытайлықтар алдыңғы әріпті жұмсартып хасак дейді. 18 ғасырға дейін Ресейде қырғыз қайсақ дегенді білмеген. Бұл халықты казактар немесе Казачья Орда деп атаған. Бұл тарихи қателікпен Шоқан Уәлиханов та күрескен. Тек 200 жыл өткеннен кейін ғана жазушы Сәкен Сейфуллин Еңбекші қазақ газетінде қазақтарды қазақ деп атайық, қателікті түзетейік деген мақала жазады. Әрбір қазақ өзін өзге халықтың алдында киргиз деп атағанын қою керек. Қазақстанның орталық үкіметі киргиз атауын қолдануды доғарып, казак сөзін қолдану жайлы бұйрық қабылдауы тиіс дейді. Осылайша кеңестің 5-ші съезінен 1925 жылдан бастап қазақтарды орысша киргиз деп емес, казак деп қайтадан атай бастады. Қырғыз АССР Казак АССР болып өзгерді. Шамасы осы кезде тағы да орыс казактарымен шатастырулар басталған болу керек. Сондықтан 1936 жылы казак сөзін қазақ сөзімен алмастырады. Казах бұл ешқандай мағына бермейтін,
1936 жылы пайда болған казак сөзінің өзгертілген нұсқасы. Десе де осы жайтты пайдаланып, орыс тілді сегментте казак сөзі 1936 жылы пайда болған. Сол себепті қазақтар да 1936 жылы пайда болған, қазақ хандығы болмаған, қазақта мемлекет болмаған дейтін арандатушылар көбеюде. Сол себепті біліңіз, біздің қазақтардың орысша атауы казах емес, казак, мағынасы еркін, азат деген ұғымды білдіреді. Сұрақтың жауабын біліп, бұл видеодан пайдалы мәліметтер алдыңыз деп үміттенем. Барлығын айта жүріңіз. Видеомен де бөлісе жүріңіз. Видео өз мәресіне жетті, лайк басып арнаға жазылыңыз, қоңыраушаны басыңыз.